Ол сен бәріне кінәлі, түсіндің ба? Қайдағы бір рота тауып келсем, бізді қораға кіргіздің. Мен? Сен алып қашып кеткенде болмайды деді ғой бұндай. Кім айтты саған олай жаса деп? Қыздар, ұрыспаңдаршы. Екеуің де кінәлісіңдер. Мен бұл жерде ешқандай кінәм жоқ. Полицияға солай айтыңдар. Бізді кетсек, сен де кетесің. Стоп! Мен кінәлі, сен емес, мен! Бәрі кінәні өз мойныма алам. Успокойтесь уже. Дұрыс, Самал. Сен отбасын құрмағансың, бала-шағаң жоқ. Саған оңайрақ болады. Тем более несчастный случай ғой. Көп бермейтін шығар оған. А мы как свидетели подтвердим это. Жоп жаузыңды сене. Біз әлі бұл қыздың тойында свидетель боламыз, түсінің ба? Бәрі нормально. Ешкім түрмеге отырмайды. Не істейміз? Не жылап тұрсыңдар? Көмектесеңдерші маған. Маған керек сияқты осының бәрі. Жай көме саламыз ба? Құран бірдеңе оқу керек қой, негізі. Біз оқи алмаймыз ғой. Мүмкін имам шақырамыз, а? Имам? Мүмкін мына туыстарын жинап аламыз осы жерге. Қалай ойлайсың? Сен сөйлей берме, ана Гуглдан қарашы, адамды қалай жерлейтін. Болды ғой, қыздар. Не істеп жатырмыз? Біз не істеп жатырмыз, а? Мынау енді тым артық қой. Мынаның түбі жақсылыққа апармайды. Сендерді қайдам, мен өз басым полицияға барам. Сен қорықпай қой. Сен де. Мен кінәлімін, бәрін өз басыма алам. Сама қойшы сен. Отыршы бар ана жерге машинаға, жылын. От алдыра бер. Қазір біз ана көмеміз да, сосын бірге кетеміз. Аяғым.